Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода панкреатиттің ұстамасы, яғни приступ кезіндегі ауру сезімін, не созылмалы ауру сезімін, яғни хронический боли, осыларды қалай кішкене болса да жайлатуға болатыны туралы айтамын. Өткір панкреатиттің ұстамасы ол созылмалы панкреатиттің өршуі, яғни панкреатиттің обострениесі мен шамамен бірдей. Бірақ өткір панкреатит өте қауіпті, себебі ол тез өршіп панкреонекрозға әкелуі мүмкін. Ал панкреонекроз бұл қабынудың асқынуы, орган клеткаларының өлуіне байланысты пайда болады. Ауру өте қауіпті, 40-70% жағдайда ол өліммен аяқталуы мүмкін екен. Немесе одан басқа перитонит іштің қабынуына әкелуі мүмкін. Сондықтан өткір панкреатитте міндетті түрде жедел жәрдемді шақырту керек. Және егер созылмалы панкреатиттің өршуі болса, қатты ауырту сезімі болса қабырға астында, асқа тәбет болмаса, өзіңізді жалпы нашар сезінсеңіз, жедел жәрдемді міндетті түрде шақырту керек. Егер қандайда бір себептермен дәрігерді шақырту мүмкін болмаса, не дәрігерді шақырғаннан кейін қандайда бір уақыт болса, өзіңізге келесідей көмектесе аласыз. Біріншісі, іштің сол жағына мұздай нәрсені шүберекпен орап қою керек. Екіншісі, кетанов, немесулит, ибупрофен сияқты ауруды басатын дәрілерді қабылдамаған дұрыс, себебі олар асқазанның шырышты қабатын зақымдап, панкреатитке қоса гастритте пайда болуы мүмкін. Бұл бірінші себебі. Ал екінші себебі, ауруды басатын дәрілер дәрігерді шатыстырып, сізге дұрыс диагноз қойылмайды. Оның орнына спазмолитик қабылдау керек. Ношпа, дуспаталин сияқты уколмен салынатын спазмолитиктер тез әсерін береді, ауруыңызды жылдамырақ басады. Спазмолитик қабылдау алдында міндетті түрде қарсы әсерлері қандай екенін және оны қабылдауға қандай шектеулер салынғанын нұсқаулықтан қарап біліп алыңыздар. Үшіншісі, бұл аштықта болу. Бірақ көп адамға аштықта болу жақпайды, себебі оның басы айналып, не әлсізденеді, ал тамақ жейін десе ауру сезімі және тамақтан да әлсіздік пайда болады. Кішкене мөлшерде жылы су ішуге болады бұл кезде, немесе піскен күріштен қалған қалдық суды суытып ішуге болады. Кішкене болса да күш береді. Келесі, бұл шөптер не фиточайларды дәріханадан алынатын. Осыларды адамдар ішіп жатады. Олардың нұсқаулығында көптеген кері әсерлері туралы жазылады. Қалай сізге әсер ететіні белгісіз, сондықтан тәуекелге бармай, ауру өршіп тұрған кезде фиточайларды ішпеген жөн. Келесі, бұл массаж. Кіндік пен асқазан ортасындағы нүктені жаймен басып, айналдыра уқалап массаж жасауға болады. Егер ауырту сезімі одан сайын күшейіп жатса, массажды тоқтатқан дұрыс. Келесі, бұл төсекте 1-2 күн жатып демалу керек, және ең бастысы ферменттер ішу. Көбі панкреатиттің ұстамасы не өршуі кезінде спазмолитикпен қатар ферментті іше бастайды. Бұл дұрыс емес. Ауру өршуінде фермент қабылдауға болмайды. Фермент бұл ауру сезімін жоймайды, баспайды да. Оның қызметі басқа, асты ыдырату. Панкреатит кезінде ұйқы безі спазмаланған және оның өз ферменттері ішінен шықпай қамалып, 12 елі ішекке өте алмай тұр. Яғни ол асты қорытуға қатыса алмай, ұйқы безіндегі ферменттер жетіспей жатыр. Сондықтан дәрі ретінде ферменттер жазылып, олар асты ағзамызға сіңетін заттарға ыдыратуға көмектесу үшін керек. Егер приступ не обострение кезінде аштықта жүргенде, асқазанда әрине ештеңе жоқ, ешқандай тамақ жоқ асқазанда. Оның үстіне аш асқазанға фермент ішкеннен, ол фермент нені ыдыратады? Асқазанда ешқандай тамақ жоқ, ыдыратады. Одан фермент ұйқы безін одан бетер тітіркендіріп, оны қорытып, ауырту сезімі одан да күшеюі мүмкін. Ал созылмалы ауыртуды сезіну кезінде қалай өзіңізге көмектесуге болады? Бұл приступ не обострение кезіндегі ауру емес, ал кейде бірнеше күн не апта жақсы жүріп, кейде осы панкреатиттің ауыртпалық сезімі туындап отырады. Бұл кезде бастысы стресске берілмеу. Қаншалықты қиын болғанымен де стресстен арылу керек. Келесі, бұл салқын нәрсені қабырғасына шөберекпен орап, не орамалмен орап қою. Үшіншісі, жақпайтын тағамдарды анықтап, ас мәзіріне қоспау. Не жеп жүргеніңізді бақылап жүру керек. Одан қандай сезімде екеніңізді қадағалаңыз. Төртіншісі, бұл ауыр заттар көтермеу керек, ауыр спортпен айналыспаған жөн. Спорт ішінде жеңіл гимнастика, не жеңіл йогамен айналысуға болады. Бесіншісі, егер ұзақ уақыт диетада жүрсеңіз де көмектеспей, ауырлық сезімі болса, емдік курсын дәрігерден өту керек. Дәрігер комплексті түрде